Қазақ халқында қазіргі нормамен қарасақ, біршама жабайылау дәстүр бар. Ол қыз алып қашу. Ай, осы кім күйеуге алып қашып кетеді екен деп, көшенің бойында жүргеніме бір ай болды ғой мен. Қазір алып қашудың екі түрі бар. Біріншісі келісіп хабарлы алып қашу. Бұнда ешқандай айқай-шу болмайды. Прием, 10 минуттан кейін шық. Прием, үй дайын ба? Дайын, ет асулы. Елді шақырдық. Бірақ бізге бұл қызық емес. Келіспей алып қашқанда не болады? Қазір ондай жағдай жоқтың қасы. Дегенмен, телефон шалып, бәріне хабарласудан басталады. Жолдастар жиналады. Үйді ремонттап қойдым. Машина алдым. Үйлену керек. Енді Қыз жоқ. Обидно. менің группамда Айжан деген жақсы қыз бар. Сәлем Арай. Саған ұсыныс бар. Сағат 2-де саябаққа ертіп кел. Айжан, қалайсың? Жер серуендеп қайтайық. Не деген жабайылар? Сәлем. Кет әрі. Арай, мен сені үйтеді деп ойламадым. Қызды осылай алып қашады. Ей, қорқпа. Ой! Мен қай жерден алып сол жерге апарып таста. Шашу. Кәмпит емес, таслақтырып жатсыңдар ма? Әже, жатыңыз. Әжелер, терезеден қашып кетті. Ұстаңдар. Қыз қайда? Үстірістік дегенбіз бәріміз алып қашпайды. Иә. Насилно ешкім қазір ешкім алып қашпайды. Қалағаны. Не ғой, онда бар қоя. Сендер мен кімге әперетіндеріңді айтқан жоқсыңдар ғой? Неге билеп жатсыңдар? Мен әлі қалған жоқпын ғой, көні ба. Surprise, motherfucker. Қуғыншылар келді. Қызым қайда? Сотқа берем бәріңді. Турист, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Қалың мал 1 миллион. Вот это поворот. О, құда. Жәнім әшейін. Айма плюс жүсіп дейді. Орзау қалды ғой. Өлтір апарып берейік. Жаңа машинаның артын бұғайды ғой. Беспаник. Қазіргі құдалықта қойлар памперспен келетін болған. Елдің ойын білсек. Дұрыс қой, дәстүрді ұстанған негізі. Қыз сендерге сонда малма тиеп алып кететін? Көрдіңіздер, пікір екі айырылды. Әркімдікі өзіне, айнұры көзіне. Сен мұнаға демекшің бе? Тең емес қой мұнау мал. Жынды ғой бұл, жынды ғой. Ешқандай да жынды емес, есі дұрыс. Осы мұнанда бас тесің ау дедім ғой мен. Мұнағана да, түрсеп, айтса я. Аласың мені? Алам? Молодец. Немене білей, қолың жумағасын ба, күс-күс қой.